everyone, how are you today? Let's continue our lesson. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Сабағымызды жалғастырайық. Бізде бүгін 6-шы модульдің 3-ші бөлімі have got, has got-тың сұрақтары. Біздер бүгінгі бөлімде жалпы сұрақтар мен арнайы сұрақтарды бірге қарастыратын боламыз. Өткен сабақтағы parts of the body танысқан сөздерімізді бір қайталап өтейік. Let's revise the words from the previous lesson. Шаштың түрлерін бір қайталап өтейік. Hair, short hair, long hair, dark hair, fair hair, curly hair, straight hair, a beard, a mustache. Окей. Құрметті оқушылар, бізде бүгін жаңа сөздер жоқ. Өткен сабақтағы сөздердің барлығын жақсылап жаттаймыз. Біздер бүгін сұрақтардың екі түрін қосып өтеміз. Бірінші, міне қысқа жауаптар талап ететін, yes немесе no деп жауаптар талап ететін бізде арнайы жалпы сұрақтар. Жалпы сұрақтарда жасаған кезде мына have пен has бастауыштың алдына шығып кетеді. Сонда have I got long hair? Мен шашым ұзын ба деген сұрақ. Жалпылама түрде жауабында yes I have немесе no I haven't. You да have алға шығады. Have you got long hair? Yes you have, no you haven't болады. He she да has алға шығып кетеді. Has he got long hair? Yes he has, no he hasn't. Мына жерде дәл солай. Has she got long hair? Yes she has, no she hasn't. Has it got long hair? Yes it has, no it hasn't болады. Мына қысқа жауаптардың ішінде got деген сөз жоқ, байқасаңыздар, тек қана have, haven't-тің өздері. No жағында міндетті түрде haven't болады, have not деген. Көпше формада have алға шығады. Have we got long hair? Yes we have, no we haven't. Have you got long hair? Yes you have, no you haven't. Have they got long hair? Yes they have, no they haven't. Енді мысалдармен қарастырып көрейік. Мысалы, мына суреттегі қызға қараймыз. Has she got long hair? Оның шашы ұзын ба? Yes, she has. Ұзын. Has she got curly hair? Шашы бұйра ма? Yes, she has. Мына жерде ұл бала, онда he деп қоямыз. Has he got fair hair? Шашы сары ма? No, he hasn't. Шашы сары емес. Немесе олар. Have they got curly hair? Шаштар бұйра ма? No, they haven't. Келесі, мана айтып өткендей, біздер how many деген сұрақпен қарастырамыз. How many, яғни қанша деген сөз, арнайы сұрақ, именно қанша екенін санын білу үшін қойылған. Осы how many сұрағымен именно сұрақ жасаған кезде сөйлемнің орналасу тәртібін қарап алыңыздар. Ең алдымен сөйлемнің басында осы how many-мен басталады, одан кейін зат есім жүреді. Зат есім көпше формада жүретінін байқасаңыздар, s пен түріне. How many sisters, содан кейін барып have, сосын барып бастауыш және got тұрады ең соңында. Сонда how many sisters have you got? Сенің қанша апаң немесе сіңлің бар? I have got 3 sisters. Менің 3 апам бар. Немесе how many legs has it got? Итке қойып тұр. Ит яғни бір жансыз емес, немесе жануарларға қатысты деп есептейік. How many legs? Мен тағы көпше формада қанша аяғы бар? Мысалы, құстарға, тауықтарға қатысты айтылса, 2 аяғы бар. It has got 2 legs. Немесе мысықтар болса, it has got 4 legs деп айтсақ болады. Және де мына бір сөйлемді көрейік сұрақты. Мысалы, бүгін сенде қанша сабақ болады деп сұрау үшін how many lessons have you got? Lessons көпше формада. Жауап бергенде тура кәдімгідей сөйлем. I have got 5 lessons. Менде 5 сабақ болады деп жауап береміз. Қысқаша бүгінгі тақырыбымыз осы. Енді практикалық тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші, бізде task 1 choose the correct answer. Жалпы екі жауабы да берілген, жай ғана екеуінің біреуін таңдап мына жерге жаза қоямыз. Мына жерде монстрдың суреті, осы монстрдың суретіне қараймыз, сөйлемдерді оқимыз. Мысалы, has it got 4 legs? 4 аяғы бар ма? Жоқ, 4 аяғы жоқ, 2 аяғы бар. Сондықтан біздер no, it hasn't деген жауап береміз. Бізде монстр болғандықтан барлық сұрақтар итпен қойылған, итке қойылған. Has it got short arms? Қолдар қысқа ма? Yeah, it has. Yes, it has. Осылайша барлық сөйлемдерді мұқият оқыңыздар және жауаптарын осы жерге жазыңыздар. Task 2, make questions and answer. Сұрақ жасаймыз және оның жауабын жазамыз. Мысалы, has he got a beard? No, he hasn't. Екіншіде қалай болады? Has, мынау әйел адам болғандықтан, мына жерде қандай есімдік болады, соны қоямыз, мына жерде жауабын жазамыз. Мына жерде тоже бұл да бір монстр ма, сондай бір нәрсе. Has, мысалы не болады мына жерде? 5 legs дейді, 5 аяғы бар ма?
боштығын шығып жазамыз. Келесі бізде task 3, look at the pictures and make questions with how many and answer the questions дейді. Мысалы, біріншісінде how many eyes has it got? Қанша көзі бар дейді. It has got 2 eyes. Міне 2 көзі бар деп жауап береміз. Мына неше аяғы бар деп сұраймыз. Мына жерде қанша құлағы бар деп сұраймыз. Мына жерде қанша башпайлары бар деп сұраймыз. Және оған толық жауап береміз. Башпайларын санаймыз мына жерде мысалы. Теге құрметті оқушылар, бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Видео сабақтың астындағы тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. See you next lesson. Goodbye.